Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, қалайсыздар? 24 мамыр 2025 жылдан бастап тұрғын үй заңнамасындағы өзгерістер заңды күшіне енеді. Бүгін сіздермен осы өзгерістер нені қамтыды, кімге бағытталды, осы сұрақтарға жауап алатын боласыздар. Тұрғын үй кезегін заңнамасына сәйкес тұрғын үй кезегіне нақты санаттағы, яғни категория деп атаймыз, тұлғалар ғана тұра алатын. Атап өтетін болсақ, мүмкіндігі шектеулі жандар, көпбалалы аналар, жалғызбасты аналар, бюджеттен қамтамасыз ететін қызметкерлер, немесе бюджетниктер деп айтамыз, мемлекеттік қызметкерлер тұрғын үй кезегіне тұрып, кезегі келген сәтте мемлекет тарапынан тегін нысана тұрғын үй ала алатын, немесе тұрғын үй кезегіне тұру арқылы аз мөлшерлемеде ипотекалық бағдарламалар бар. Бізде мысалы атап өтетін 7-20-25 деген сол бағдарламаға қатысып тұрғын үй ала алатын. 24 мамыр 2025 жылдан бастап Қазақстан Республикасының барлық азаматтары, 18 жасқа толған барлық азаматтары тұрғын үй кезегіне тұра алады, егер соңғы 5 жылда атында тұрғын үй жер мүлік болмаған жағдайда. 24 мамыр 2025 жылдан бастап тұрғын үй кезегіндегі өзгеріс осы. Бірақ атап өтетін жағдай, егер сіз соңғы 5 жылда, азамат, тұрғын үй кезегіне тұрайын деп жатқан 18 жасқа толған азамат, соңғы 5 жылда оған мұра нысанында немесе сыйға тарту жолымен мүлік берілген болса, ол азамат тұрғын үй кезегіне тұра алмайды. Одан кейін тағы бір ерекшелік, бізде апатты жағдайдағы үйлері бар. Сол апатты жағдайдағы үйлерде өмір сүретін азаматтарға да өте жақсы мүмкіндік. Егер сіздің үйіңіз шынымен апатты жағдайда болған жағдайда, оны нақты, қорытындылармен дәлелдей алсаңыз, сізде тұрғын үй кезегіне тұрып, аз, 7-20-25 бағдарламасы немесе басқа бағдарлама, тиімді бағдарламаларға қатысып, тұрғын үйді ала аласыздар. Одан кейін үшінші ерекшелік, тұрғын үй кезегіне тұру туралы өтінімдерді отбасы банк тарапынан жүргізілетін тұрғын үймен қамтамасыз ету орталығы құрылады. Сол орталық арқылы жүргізілуімен сипатталады. Жалпы бұл орталықта Қазақстан Республикасының азаматтарының мүліктің бар жоқты туралы ақпарат автоматты түрде шығады. Сіз өзінің тіркелесіз, тіркелген сәттен бастап деректерге қолжетімділік ашылады, және сол осы орталық сұраныс жіберу арқылы автоматты түрде атыңызда үйдің барлығын, болғанын, болмаған туралы деректер шығып тұрады. Бұл орталықтың құрылуының да негізгі мақсаты, адам мен адамның қарым-қатынасын мейлінше шектеу, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында болып табылады. Тұрғын үй кезегінде тұрған сәттен бастап қандай жалпы баспаналар беріледі? Бір, әкімдіктер тарапынан берілетін әлеуметтік тұрғын үйлер мен екінші, құрылыс компанияларынан сатып алынған пәтерлер конкурстық нысанда ұйымдастырылады, және сол конкурс бойынша сіз кезекпен аласыз, немесе ипотекалық бағдарламаларға қатысу арқылы сіз үйлі бола аласыздар. Жалпы кімдер кезекке тұра алмайды? Барлық азамат санатында жатса да, Қазақстан Республикасының азаматы болса да, 18 жасқа толса да, кей тұлғалар ала алмайды. Сәйкесінше логистика ойласақ, 5 жылда атына сыйға тарту арқылы, мұраға қалу арқылы үйі, жері болған жағдайда ала алмайды. Одан кейін бұрын мемлекеттік үй алған жағдайда, оның ішінде жекешелендіру жолымен үй алған жағдайда, және де апатты жағдайдағы баспанасы басқа қалада болып, өзінің тұрғылықты жері, немесе пропискамыз дейміз ғой, басқа қалада болған жағдайда да сіз тұрғын үй кезегіне тұрып тұра алмайсыздар. Тұрғын үй кезегіне тұрып баспаналы бола алмайсыздар. Егер осы тұрғын үй кезегіне тұрғыларыңыз келсе,
және де бізде тиімді бағдарламалар бар, сол ипотекалық бағдарламалар туралы ақпарат алғыларыңыз келсе, яғни сіздердің төлем қабілеттілігіңіз қай бағдарламаға сәйкес келеді, ол бойынша кеңес алғыларыңыз келсе, немесе менде қызмет бар, яғни тұрғын үйдің кілтіне дейін сопровождение жасау деген қызметім бар. Сол қызметті алғыларыңыз келсе, мына жерде телефон, яғни байланыс номері көрсетіледі. Сол телефон номерге немесе менің осы инстаграм парақшамның дайректке жазсаңыздар болады. Толық ақпарат, кеңес беріп өтемін. Егер осы видеода сіз өзіңізге керекті пайдалы ақпарат алдым деп санасаңыз, лайк басып, комментарий жазып, қосымша сұрақтар қою арқылы қолдап өтсеңіздер.